Баршаларыңызға сәлем. Менің жас оқырмандарым және арнамның қонақтары. Бүгін біз өткен жолғы тақырып импульстың сақталу заңы болған. Енді бүгін сол импульстың сақталу заңын қолданып, есеп шығару жолдарыменен танысатын боламыз. Жалпы қайталайтын болсақ, жалпы күш және импульс дегеніміз не? Ньютонның екінші заңын қолданып F тең болады ема формуласын білеміз. А тең болады В минус В нолевой бөлінген үдеудің формуласы орнына қойып шығарған кезде мына F көбейту Т тең болады МВ минус МВ нолевой формуласы. Мұндағы F көбейту Т күш импульсі деп аталады, ал МВ дене импульсі деп аталады. Күш импульсі менен дене импульсі өзара тең болады. Мысалы автомобиль массасы ем болатын автомобиль В жылдамдықпен кетіп бара жататын болса, сол автомобильдің импульсі дененің массасы менен алған жылдамдығының көбейтіндісіне тең болады екен, балалар. Осы импульстың сақталу заңында міндетті түрде екі немесе бірнеше денелер қатысатын болады. Олар соқтығысып немесе олар әсерлесуі керек. Сол кезде әсерлескенге дейінгі және әсерлескеннен кейінгі импульстарының қосындысы өзгеріссіз қалады екен. Сондағы импульстың сақталу заңының негізгі физикалық мағынасы осы. Мысалы, балалар міне массасы М1, жылдамдығы В1 болатын дене массасы М2, жылдамдығы В2 болатын денемен соқтығысқаннан кейін екеуі екі жаққа қарай кетіп бара жатыр. Сонда соқтығысқанға дейінгі және соқтығысқаннан кейінгі импульстарының қосындысы өзара тең болады, немесе өзгеріссіз қалады. Сондықтан бұл импульстың сақталу заңы деп аталады. Балалар, енді осы импульстың сақталу заңын қолданып есеп шығарайық. Бірінші кішкене қарапайым есептен бастайық. Массасы 10 кг дененің импульсі 50 кг метр секунд болғандағы дененің жылдамдығын табу керек. Тест бердім. 4, 5, 3,5 метр секунд қайсысы? Ал енді массасы 10 кг, импульс парпен белгіленеді, 50 кг метр секунд жылдамдығын сұрайды. Жоғарғыда ескерткенімізде импульс МВ. Сондағы жылдамдықты тапқанда импульсті массаға бөлемін, немесе 50-ді 10-ға бөлемін, 5 метр секунд. Жауабы болды. Келесі, импульстың сақталу заңын арналған есеп шығарайық. Бірінші дененің массасы 2 кг, жылдамдығы 6 метр секунд болған, ал мына екінші дене тыныштықта тұр. Мына дене қозғалмай тұр. Мына дене барып мынаған соқтығысқан кезде екі дене бірге 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып кеткен. Сондағы мына екінші дене қозғалып кетеді екен. Сондағы екінші дененің массасын табу керек. Импульстың сақталу заңын арналады есеп. Берілген жазам М1 2 кг, В1 6 метр секунд болған. Екінші дене тыныштықта тұр, В2 тең 0-ге тең. Соқтығысқаннан кейін штрихпен белгілейміз. Соқтығысқаннан кейін екеуі бірге тең 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалған. Сондағы екінші дененің массасын табу керек. Импульстың сақталу заңын жаздық, балалар. Мынау бірінші дененің импульсі қозғалып келе жатқан, екінші дене тыныштықта тұр. Сондықтан жылдамдығы 0 болғандықтан мынау екінші дененің импульсі 0 болады. Нәтижесінде екі дене қозғалып кеткен. Ал сондағы мақсатымыз мына М2-ні табу. Енді М2-ні табу керек болатын болса, М1 В1 штрихті теңдіктің келесі жағына минус таңбасымен өткізуге болады. Сондағы М2-ні тапқанда М1 В1-дан М1 В1 штрихті В2 штрихқа бөлеміз. Мәндерін орнына қойсам 4 кг демек, мынау немене 4 кг-дық дене екен. Сол сияқты кинетикалық энергиясы 16 жоуль, импульсі 8 кг метр секунд дененің массасы мен жылдамдығын анықтаймыз. Енді кинетикалық энергияны тапқанда балалар тең болады МВ квадрат бөлу 2. 7-ші сыныпта оқығанбыз. Енді мен мына В квадратты бітіп ашып жаздым. В көбейту В деп жазсам, сондағы мына МВ импульсті береді. Сондағы мына жылдамдықты табу керек. 2 ені П-ға
бөлеміз. Мәндерін орнына қойдым. Сонда 2 килограмм екен. Ал осы импульстың сақталу заңы балалар реактивті қозғалыста қолданады. Өткен жолы айтқанбыз, реактивті қозғалыс дегеніміз немене дененің қандай бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлінген кездегі дененің қозғалысының жылдамдығының артуын біз реактивті қозғалыс деп атайды екенбіз. Енді осыған қарап есеп шығаратын боламыз. Формуласы сондағы жылдамдығы артатын болса, V2-ні тапқанда мына формуланы қолданамыз балалар. Мынау массасы ем болатын ракетаның массасы, ал енді ондағы жаңғыш отынның, мына отынның массасы, жанған отынның массасы, үлкен М бұл зымыранның массасы болған, V1 атқылап шығатын газдың жылдамдығы, V2 зымыран корпусының жылдамдығы болған. Реактивті қозғалыс кезіндегі алған жылдамдықты осы формуламенен анықтайтын боламыз балалар. Енді осыған арналған есеп шығарайық. Міне, тыныштықта тұрған зеңбіректен массасы ем болатын оқ бір жылдамдықпен ұшып шықты. Нәтижесінде зеңбірек қандай жылдамдықпен артқа жылжитын болады. Зеңбіректің массасын үлкен еммен белгіледік. Мына ем бір оқтың, ұшып шыққан оқтың массасы, V1 штрих оқтың жылдамдығы, ал оғынға дейін оқта зеңбіректе тыныштықта тұрған, V1 тең V2 0 болған, сондағы артқа қарай жылжып кеткен мына зеңбіректің жылдамдығын табу керек болған. Импульстың сақталу заңын жаздық балалар. Импульстың сақталу заңын жаздық. Ал М1 V1 М2 соқтығысқанға дейінгі әсерлескенге дейін оқта зеңбіректе тыныштықта болған, сондықтан 0 болды мына жерде. Осыдан V2 штрихты тапқанда мынандай формуланы қорытып шығардық балалар. Бұл реактивті қозғалысқа мысал болатын есебіміз болды. Енді сіздерге тағы да А, В, С деңгейіндегі осындай деңгейлік есептерді ұсынайын. Енді А және В деңгейіндегі есептерді өздерің шығарып көріңдер. Мысалы, мен мына екінші есепті жоғарғыда көрсеттім. Ал қазір мен мына С деңгейіндегі есептерді сіздерге көрсететін боламын. Мүмкін күрделірек есеп болуы мүмкін. Сондықтан осы С деңгейіндегі есепті көрсетейін. Массасы 3 кг денеге 5 секунд бойы 6 ньютон күш әсер еткен, бастапқы дене тыныштықта болған, күш әсер еткеннен кейінгі кинетикалық энергияны табу керек. Кинетикалық энергияны mv квадрат бөлу 2 формуласымен анықтайын балалар. Бізде жылдамдық жоқ, үдеу жоқ. Үдеудің орнына V бөлінген Т-ны қоямын. Сонда жылдамдықты тапқанда F-ті Т-ға көбейтіп массаға бөлдім. Мәндерін орнына қоямын. 150 джоуль болды. Екінші есебімізде массасы 6 кг, күш 10 ньютон, 3 секундтың ішінде дене бастапқы 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, соңғы импульсы қандай? Енді күш импульсы дене импульсына теңдей жоғарыда айтқамыз. Сондағы мынау соңғы импульс, соны F көбейтілген Т деп жаздым балалар. Мына соңғы импульсті табу керек. Ал соңғы импульсті табу үшін мына F-тіға mv нолевойды қосамыз. Сондағы мәндерін орнына қоятын болсам, 60 ньютон көбейтілген секунд дененің соңғы импульсы шығатын болады. Логикалық сұрақты ұсынамын. Оқып, мүмкіндігінше жауап беруге тырысыңдар балалар. Мысалы, теннис тобы адамға тисе, адам зақымданбайды. Бірақ массасы одан кіші, жылдамдығы өте үлкен оқ мысалы адамды өлтіріп жіберуі мүмкін. Неге? Өйткені әлгіндегі импульстың сақталу заңы бойынша оның жылдамдығы өте үлкен болған. Міне балалар, осындай импульстың сақталу заңына арналған осындай есептерді шығаруға кеңес беремін. Үй тапсырмасына мынандай тапсырма беріп отырмын. 5 тапсырманы осыны қайталап ұқтық па, өзімізге анализ жасайық. Бүгінгі сабақты түсінетін болсаңдар, сіздерге алғысым шексіз. Назарларыңа рахмет.